Қазір біз табан жасайтын боламыз. Ол үшін осындай ұлтарақ және осындай кожа заменитель керек болады. Бірінші ұлтарағымызды өлшеп аламыз өзімізге керекті размерге. Маған керегі осы 23 сантиметрдей болу керек. Міне, маған 23 сантиметр керек, оны өлшеп алдым. Өздеріңізге лайық размерді өлшеп кесіп аласыздар. Бірінші сызып аламыз. Аяқтың ұшын әдемілеп. Сызып аламыз. Шет-шетінде біраз алып жүруіміз керек. Ағымыз дайын болды. Енді кожа заменительге сызып аламыз. Толық көріп тұрсын. Табанымызды бастырып осылай сызып аламыз. Енді осыны қайшымен кесіп алатын боламыз. Екінші табанды да дәл солай істейсіздер. Өлшеп алып, сол табанмен кесіп алуларыңыз керек. Бұл табанмен екінші ұлтарақты кесуге болмайды, екеуінің дұрыс түспей қалады. Әрқайсысын бөлек-бөлек осылай өлшеп істеп алған дұрыс. Енді жабыстырып аламыз. Қазір боламын, бірақ сіздер ыстық клей негізі дұрыс шықпайды. Менде клей болмай қалды, просто. Қандай клей дұрыс екенін сіздерге жіберетін боламын. Клей болып тұр. Жасай алады. Негізі ыстық клеймен дұрыс шықпайды. Бір сантиметр өлшеп аламыз, және аралықтарын 1 сантиметрден.
мына жақтан 1 сантиметр осылай белгілеп шығамыз. Және екі белгіміздің екі точканың арасы, екі тесік тесіледі ғой енді, сол тесіктің арасы 1 сантиметр болу керек. Және мына жаны 1 сантиметр болады. Осылай жан-жағын өлшеп шығасыздар. Полный. Өлшеп шығамыз. Шығасыздар 1 сантиметр болу керек. Және 1 сантиметр. Менікі алыс болып кетті. Осы жерден белгілену керек. Енді қалай тесуді көрсетіп жіберейін. Свеча болған жақсы. Мен мынандай түйрегішпен тесем. Үлкендеу түйрегіш болса жақсы дәу. Осы түйрегішпен тесем. Енді үлкендеу ине пайдалансаңыздар болады. Негізі үшкір нәрсе жақсы. Үшкір зат. Қыздырып аламыз. Өлшеп шығасыздар және айналдырып тесіп шығасыздар. 1 сантиметр, 1 сантиметр болу керек. Күрчек беймал кіреді. 3-ші номерлі, 2,5 номерлі күрчектер болса кіреді. Міне, мына жақта тесіктер пайда болды. Осы тесіктен кіргізіп тоқитын боламыз. Міне. Жан-жағын. Жақсы. Осы клей негізі жақсы болды. Менде просто қалмай қалды. Сол үшін ыстық клейді пайдаландым. Ыстық клей пайдаланбай қалғандарыңыз дұрыс. Осы клей магазиндерде болады. Міне тесіктен кіреді. Беймал кіреді. Міне. Мен тағы бір тесікке кіргізіп көрсетейін.